Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында көксей жасап көрсетемін. Енді мен көбінде кафенің көксейлерін ұната бермеймін. Білмеймін, маған дәмі онша ұнамайды. Осылай үйден жасап жегені маған больше ұнайды. Дәмі де бізге отбасымызбен барлығымызға қатты ұнайды. Сіздерге барлық жасалу жолын көрсетемін. Ұнаса осылай жасап көріңіздер. Бұл жерде негізі кәрістердікіндей деп атағанмен ешқандай кәрістердікіне ұқсамайды, өйткені жасалу жолы мүлдем бөлек болады. Міне бізге қажетті заттар мына жерде: огурцы, помидор, капуста және де асылған жұмыртқа және ет. Бұл жерде капустаны алдын ала кішкене тұздап қоямыз, болды. Мен және де бұл жерде көрсетпей кеттім, сәбізді де кішкене тұздап қоямыз. Ет қуырылған, қалған бәрі свежий күйінде. Міне біз көксейімізді осылай асып аламыз суға, және де үстінен бірінші міне огурцымызды осылай кезек-кезек сала бересіздер. Барлығы видеода түсінікті көрсетілген. Менің мына жерде жаңа видеоға түспей қалған сәбізім, бұны да қолдан осылай теркадан тартып, үстіне кішкене тұз сеуіп қойып қойғанмын. Әр қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады, даже тіпті жаңағы қоспасаңыздар да болады сәбізді. Міне осы асылған жұмыртқаны әсіресе молырақ қоссаңыздар, дәмі деген өте әдемі болады. Әркімнің өзінің сүйіп жейтін тамағына байланысты ғой. Мысалға, біреулерге бұлай емес, тек кафені ұнауы мүмкін. Етті де осылайынан салып аламыз. Негізі жегенге өте оңай, жеңіл тамақ қой. Салқын күйінде де, ыстық күйінде де жеуге болады. Және де қазанымызға осылай суды қайнатып аламыз. Үстіне 2 ас қасық тұз және де 5 ас қасық соя қостым. Дәміне қарай көресіздер. Егер дәмі сулылау болып тұрса, онда соясын көптеу қосасыздар. Әркімге әрқалай. Мен мына жерде өзім мөлшермен 5-6 адамға шақтап суға жасап жатырмын. Тек қана соя мен тұз қостым. Енді жаңағы дайындап қойған кесемізге осылайынан сорпасын құйып аламыз жақсылап. Содан соң дастарханға адамдарға бере берсеңіз болады. Өте дәмді болып шыққан, дәмі керемет. Үй жағдайында жасап көріңіздер, сіздерге де ұнауы мүмкін. Ас болсын.